Түркістанда армандар орындалады жобасы 3 жылдық мерейтойын атап өтті. Мерекелік іс-шарада жобаға демеушілік жасаған бір қатар кәсіпкерлерді әкімдік өкілдері арнайы марапаттады. Айта кетейік, жоба үйде оқитын ерекше қажеттілігі бар балаларды қолдауға бағытталған. Жобаның мақсаты мүмкіндігі шектеулі балалардың армандарын орындау арқылы оларға қуаныш пен үміт сыйлау. Игі шараға 3 жыл ішінде Түркістан, Кентау қалалары мен Ордабасы, Бәйдібек, Отырар, Созақ, Қазығұрт аудандарынан 100-ден асан бала қатысқан. Олардың арман тілектерін орындауда кәсіпкерлер, меценаттар мен еріктілер атсалысып келеді. Маңыздылығы өте жоғары деймін, өйткені неге бұл да біздің бауырларымыз, бұл да біздің інілеріміз, бұл да біздің бір қарындасымыз есебінде болғандықтан осындай ерекше балаларға біз әрбір қазақ баласы көмектесуге дайын болу керек деп сенемін. Бүгінде 700-ден аса ерекше баланың армандары орындалды. Жоба балалардың қабілеттерін де ескеріп, облыстық және республикалық конкурстар мен спорттық жарыстарға қатысуға мүмкіндік жасауда. Ата-аналар да осындай қолдауға ризашылықтарын білдіріп, алдағы уақытта мұндай іс-шаралар жиі өткізіліп тұрса деген тілектерін жеткізді. Жүрегімізге мейірім сыйлап, қуаныш сыйлап отқан Әселханның арқасында осындай фотосессия көріп отырсыздар, қаншама тірліктер жасалып жатыр да. Соның кереметіне бөленіп отқан біздің осындай мейірімді жандар көп болса дейміз. Осындай жобалар көп болса, мейірімді жандар көп болса, біз ғана балаларымыздың көңілін аулап, ата-аналардың біз былай шыға бермейміз ғой. Біз талай жерге барып жатырмыз осы кісілердің арқасында. Осындай мейірімді жандарға алғысымыз шексіз. Армандар орындалады жобасы тек балаларға емес, бүкіл қоғамға мейірім мен сенім сыйлауды көздейді. Ерекше қажеттіліктері бар балалардың өмірін жарқын сәттермен толтыруда жобаның алар орны ерекше. Шынар Мұратхан, Талғат Елеубеков, Түркістан 24.